Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Ел қызмет жобасы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті елге қызмет ақпараттық жобасының кезекті шығарылымын бастайды. Жоба мақсаты мемлекеттік қызметтің жай-күйі, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер және оларды алудың тәртібі, мемлекеттік қызмет туралы заңнама талаптары, мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларын сақтауы мәселелері бойынша халықты ақпараттандырып, қызмет барысымен таныстыру болып табылады. Бүгінгі эфир қонағы Астана қаласы білім басқармасы жалпы орта білім берудің мазмұны және әдістеме бөлімінің бас маманы Ақмолдаева Манат Кенесовна келіп отыр. Қош келдіңіз. Манат Кенесовна, бірінші сыныпқа қазіргі кезде қабылдау қалай жүргізіп жатыр? Бірінші сыныпқа қабылдау Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 2018 жылы 12 қазандағы 564 бұйрығына сәйкес 1 сәуірден 31 тамызға дейін жүргізіледі. Қазіргі кезде 1 сәуірден бастап ЕГОВ порталы және қағаз түрінде қабылдана басталды. Қаладағы барлық мектептердің қызмет көрсету аймақтары оған дейін бекітіліп, 6 аудан бойынша білім басқармасының ресми сайтына жарияланды. Сол бекітілген шағын аудандар бойынша әр ата-ана ЕГОВ порталы немесе қағаз түрінде мектепке барлық құжаттарын тапсыруда. Қазіргі кезде бүгінгі күнге дейін 6280 бала құжатын тапсырды, әлі де тапсыру жалғасып жатыр. Және сонымен қатар айтатын болсақ, биылғы жылы бірнеше жайлы мектептер беріліп жатыр. 8 жайлы мектеп беріледі, неге 1 қыркүйекте соған қазіргі кезде 1 сыныпқа қабылдау жүргізіліп жатыр. Оларды айта кететін болсақ, нөмірі 110 мектеп Нұра ауданында, 78 мектепте қабылданып жатыр құжаттар ата-аналардың қағаз түрінде. 113 мектеп Шәмші Қалдаяқ 38 көшедегі, оған сол мектептің ғимаратының өзінде қабылданып жатыр. 1 сыныпқа қағаз түрінде олда. 114 мектеп 87 мектептің базасында қабылданып жатыр. 115 мектепке ол Нұра ауданында орналасқан 71 мектептің базасында қабылданып жатыр. Және 117 мектеп Гринлайн тұрғыналарында орналасқан мектеп, оған 79 мектеп базасында қабылданып жатыр. Және айтатын болсақ, ата-аналардан қазір көбінесе білмейді, қай мектепке баратындарын, шағын аудандар бойынша ақпараттың қайда орналасқанын білмей жатыр. Білім басқармасының ресми сайтында 6 аудан бойынша қазақ және орыс тілдерінде сол ақпарат жарияланған. Жақсы. Мектепте мектепке ауысу қалай жүргізіледі? Мектепте мектепке ауысу жаңағы айтқан 564 бұйрыққа сәйкес жылдың кез келген уақытында ата-ананың немесе баланың заңды өкілінің өтініші негізінде ЕГОВ порталы немесе қағаз түрінде жүргізіледі. Өзінің мекен жайына байланысты жақын тұратын мектепке барып өтініш беру арқылы мектептен ауыстыра алады. Ал енді жаңадан ашылатын жайлы мектептерге ауысу тамыз айында жүргізіледі, өйткені оқу процесі оларда 1 қыркүйектен басталады. Жақсы. Жаңадан ашылатын мектептер бойынша айтып өтсеңіз. Жаңадан мектептер ашылатын, жаңағы 8 мектеп ашылайын деп жатыр биылғы жылы. Нұра ауданында, Байқоңыр ауданында, және де Есіл ауданында ашылады. Сол мектептерге қабылдау қазіргі кезде қағаз түрінде жүргізіліп жатыр, өйткені мектеп ғимараты әлі ресми тапсырылған жоқ, бірақ 1 қыркүйекте дайын болады. Соған сәйкес 1 сәуірден бастап ол мектептердің қызмет көрсету аймағы бекітілген, қандай көшелер жатады ол мектепке, сол біздің сайтта жарияланған нөмірлермен, мекен жайлармен, ол мектеп қай жерде орналасқан, құжаттар қай мектепке қабылданып жатыр, ол да біздің білім басқармасының әлеуметтік желілерінде, парақшаларында және де білім басқармасының сайтында орналастырылған. Егер ата-аналар әлеуметтік желіден таппай жатса, білім басқармасына тікелей қоңырау шалу арқылы хабарласып білуге болады, анықтама алуға. Жақсы. Манат Кенесовна, мазмұнды сұхбатыңыз үшін рахмет айтамыз. Елге қызмет ету жолындағы жауапты қызметтеріңізге абырой тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылымыз аяқталды. Егер сұхбатқа қатысты сауалдарыңыз болса, пікірге қалдыруыңызға немесе мемлекеттік қызмет көрсетуге байланысты ұсыныстарыңызды департаменттің ресми парақшаларына арқылы жазсаңыздар болады. Департамент кері байланыс үшін әрдайым ашық. Келесіде кездескенше сау саламатта болыңыздар.